Әуезхан Көшімов 1911 жылы 15 желтоқсан Жезқазған облысы Ағадыр ауданы Босаға совхозының жерінде туған. 1940 жылдан бастап Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі болған. Осы өңірге есімі кеңінен мәлім Көшім Қажының баласы, Қазмудың тіл әдебиет бөлімін бітірген. 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысындағы ерлік еңбегі үшін медалімен марапатталған. 1942-1946 жылдары Қарағанды облысының радиокомитетінің бас директоры болып жұмыс атқарады. Облыстық халық шығармашылығының үйінің директоры, Қазақстан Жазушылар одағының Қарағанды облысының өкілі қызметтерін атқарған. Өмірінің соңына дейін қаламын қолынан тастамаған. Шығармалары Жүрек сазы, Аңшының әңгімелері, Екі бүркіт, Төгіледі әуендер, Тепен-көк, Қысталаң жыл, Шалқар күзден, Қос қорғаудың айласы, Алашың хикаясы және басқа да кітаптардың авторы. Әуезхан Көшімұлының бірнеше кітаптары қазақта көзден кетсе де көңілден кетпейді дейтін жақсы сөз бар. Көңілден кетпейтін бір адам осы Әуекең еді. Алайда бұл есім ескерілмей бара жатқандай көрінеді. Әукеңнің жақын туысы Серік Абышұлының айтуынша, жазушының жарық көрмей, оқырмандарын таппай жатқан мұралары көп. Серік ағай осы жазбаларды жүйелеп, әдебиетіміздің алдыңғы орнына қосатын шақ жетті деп есептейді. Әуезхан Көшімов жүйрік ат баптау, құс салу, ит жүгірту сықылды жайттерді, аңдар мен құстардың тіршілік әрекетін жақсы білген. Жас аңшы жинағына соңғы кезде жазған бір топ әңгімелері енгізіліп отыр. Мұзбалақ деген әңгімеде түзқұранның сын сипаты суреттелсе, тас қақпанда түлкі ұстаудың әдісі, жапандағы арпалыста киік аулаған қасқырлардың айла тәсілі, қатерлі хайуанда күзеннің шақарлығы әңгімеленеді. Жазушы әңгімелерінде табиғат құбылыстарының сырын ашатын, оқырманның дүниетанымын арттыратын мол мағлұматтар береді. Аңшылар өмірін аса қызғылықты суреттейді.